Баршаңызға сәлем, Свои рецепті каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге татар халқының азу по-татарски тағамын рецебін ұсынғым келіп отыр. Егер де сіз жай картоппен етті қуырғаннан шаршаған болсаңыз, онда бұл рецепт дәл сізге арналды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл тағамның ең басты ерекшелігі, бұл тағамға біз тұздалған қияр қосамыз. Бізге керекті заттар кез келген еттің түрі, сиыр, қой, тағы басқа, картоп, жуа, сарымсақ, томат пастасы, тұздалған қияр керек болады, және тұз, және дәмдеуіштер дәміне қарай. Өздеріңіз қалаған дәмдеуіштеріңізді қоса берсеңіздер болады. Ең алдымен біз картопты алып, өзіңізге қалай ұнаса, солай кессеңіз болады. Мен ұзынша етіп кестім. Сіздер қаласаңыздар 4 бұрышты етіп кессеңіздер де болады. Осылай ұзыннан етіп кестім. Картоптың барлығын осылай кесіп, картопты бөлек, екі жағы қызарғанша жақсылап қуырып алуымыз қажет. Картопымызға кішкене тұз сеуіп аламыз. Табамызға май құйып, қыздырып аламыз. Және картопымызды салып, екі жағынан қызарғанша қуырамыз. Жақсылап қызарғанша қуырсаңыздар, картопты етке қосқан кезде езіліп кетпейді. Өте әдем болып, қып-қызыл болып, түрін сақтап тұрады. Ал енді картопымыз қуырылғанша қалған заттарды да турап алайық. Мен сиыр етін қолданып жатырмын. Сіздер қаласаңыздар, қойдың етін немесе жылқының етін де қолдансаңыздар болады. Етті де картоп сияқты ұзынша етіп турасаңыздар болады, немесе 4 бұрышты етіп турасаңыздар болады. Қалай қаласаңыздар, солай турай берсеңіздер болады. Келесі болып тұздалған қиярымызды турап аламыз. Оны да ұзынша етіп, видеода көрсетілгендей етіп турадым. Қаласаңыздар, қиярды ұсақтау етіп турасаңыздар да болады. Маған тамақтың арасында ірілеу болып қытырлап тұрғаны ұнайды. Арасында картопымыздың екінші жағын аударып, ақтарып қоюды ұмытпаймыз. Келесі болып жуа және сарымсақты тураймыз. Жуаны осылай жартылай дөңгелек етіп, әдеттегідей етіп турай бересіздер. Ал сарымсақты ұсақтап турайсыздар. Егер сарымсақ ұнатпайтын болсаңыздар, қосу міндетті емес. Заттар турап біткенше картопымызда осылай қып-қызыл болып қуырылып бітті. Ал енді бұл картопты басқа бір ыдысқа алып тұрамыз, өйткені бұл табада қазір біз сіздермен етті және жуаларды қуыратын боламыз. Ал енді тура осы қызып тұрған табаға етті саламыз. Егер май көптеу болса, азайтып алуды ұмытпаңыздар. Етті біз барлық жағы қуырылғанша және еттің суы шығып кеткенге дейін жақсылап қуыруымыз қажет. Етіміз жақсылап қуырылды, ал енді оған жуамызды қосамыз. Жуамыз қызарғанша етпен бірге қуырамыз.
Жуамен ет қуырылып жатқан кезде тұз және дәмдеуіштерімізді салып алсақ болады. Сонда жуамен етіміз суын шығарып және дәмдеуіштерді өзіне сіңіріп өте дәмді болып шығады. Жуамыз қуырылып, осындай қызарып бастады, ал енді томат пастасын қосамыз. Менде осындай үй жағдайында жасалған томат пастасы, егер сіздерде дүкеннен алынған болса, оны да қоса берсеңіздер болады. Түріне түсіне қарай тағы да қоссақ болады кішкене. Тағы да біраз қуырып аламыз. Барлығы жақсылап қуырылды, ал енді бұл қуырмамызға су қосамыз. Кішкене көп қосудың қажеті жоқ. Кішкене осындай қоссаңыздар жетеді, бір пияладай су. Және сарымсақты осы кезде қосып жіберсек, етіміздің иісі әдемі болып шығады. Суымыз қайнағаннан кейін отты бәсеңдетіп, 20-30 минут етті бұқтырып алуымыз қажет. Бетіне крышкасын жауып болуды ұмытпаңыздар. Міне 30 минут өтті, етімізді бұқтырылды, осындай суы кішкене тартылып шықты. Ал енді біз туралған, тұздалған қиярымызды қосамыз және картопымызды саламыз. Барлығын салып, жақсылап араластырып аламыз. Картоп астындағы суға кішкене батып, судың дәмі сіңуі қажет. Қияр мен картопты салғаннан кейін тағы да 5-10 минутқа бетіне крышкасын жауып бұқтырып қоюымыз қажет. Еттің суы, соқы картоп пен қиярға да сіңеді. Міне 10 минутымыз өтті, барлық заттарымыз бірге бұқтырылып шықты, иісі керемет болып тұр. Картопымызды өте жақсылап қуырып алғаннан кейін езіліп кетпей өз формасын ұстап тұр. Бетіне укроп немесе петрушкамен әрлеп сеуіп шықсаңыздар болады. Ыдысқа демлеп салып аласыздар және отбасыларыңызға ұсына бересіздер. Өте дәмді болып шықты, иісі керемет. Барлық отбасы мүшелеріңізге міндетті түрде ұнайды. Әсіресе қиярдың сондай кішкене қышқыл, қытырлақ дәмі бұл тағамға ерекше дәм береді. Рецепт сіздерге ұнаса, каналға тіркеліп, видеоның астында лайк басып, комментарияға жылы лебіздеріңізді білдіруді ұмытпаймыз. Сау болыңыздар.